Сен бүгін құрама есептің қалай шығарылатынын білетін боласың. Есептің шартын құрып, және оны шығарайық. Арманда 4 кітап бар, ал Жұлдызда 2 кітап артық. Есепті шешу үшін 4-ке 2-ні қосамыз. Ендеше Жұлдызда 6 кітап бар. Өте жақсы. Енді есепті тағы бір сұрақпен толықтырайық. Арман мен Жұлдызда барлығы неше кітап бар? Есептің сұрағына бірден жауап бере аламыз ба? Жоқ, жауап бере алмаймыз. Неге? Дұрыс, біз Жұлдызда неше кітап бар екенін білмейміз. Есепте неше сұрақ бар? Дұрыс, 2 сұрақ. Ендеше есепті 2 амалмен орындаймыз. Алдымен Жұлдызда неше кітап бар екенін тауып аламыз. Содан кейін Арман мен Жұлдызда барлығы неше кітап бар екенін табамыз. Арманда 4 кітап, ал Жұлдызда 6 кітап. 4-ке 6-ны қосамыз, 10 кітап. Осы 2 амалды бір өрнек түрінде жазуға болады. Енді жауапты жазамыз. Арман мен Жұлдызда барлығы 10 кітап бар. Енді осы есептерді салыстырайық. Бірінші есепте бір сұрақ болғандықтан, бұл есепті бір амалмен шығардық. Ал екінші есепте 2 сұрақ болғандықтан, оны 2 амалмен шығардық. 2 және одан да көп амалмен орындалатын есепті құрама есеп дейді.